сабағы. Әдебиеттің оқу сабағы бүгін кішкене ерекше болып өтеді. Біз бұрында да топтық жұмысты орындап жүрміз, бірақ бүгін одан да әдемі қылып сабағымызды өткізуіміз керек. Соған атсалысуымыз керек. Түсіндік пе? Иә. Енді қазір мен сіздерге түрлі түсті денсаулық конфеттерін таратып бергім келіп тұр. Бұл түс, денсаулық конфетіндегі түс, ол мына шарлардың түсіне байланысты. Егер оқушы сары түсті денсаулық конфетін алса, ол сары шары бар, сымбат тобына барып отырады. Ал егер оқушы денсаулық конфетінің қызыл түстегі түрін алса, ол барады да қай топқа барып отырады? Байлық тобына барып отырады. Түсіндік пе? Жаймен келіп, бір-бірден келіп ала береміз. Алғандарымыз отыра береміз. Бұл жақтан өтпейміз, жаймен абайлан. Аяқтарымызды абайлан. Жаймен түстеріңізді ұмытпан, әркім өзінің түсіне. Енді бір-бірімізге сәттілік, жылы лебімізді бір-бірімізбен амандасып алайын. Жаңа менімен амандастыңыз ғой. Енді бір-бірімізбен амандасамыз. Қане, 1, 2, 3. Қолы қолға соғайық, шыншақты да қабайық, иығымыз түйісіп, амандасып алайық, аяғымыз шаршамай, орнымызға барайық. Өте жақсы. Орнымызға жайын бара қоямыз. Орнымызға бара қоямыз. Өте жақсы. Кішкене даусымызды сәсілдетіп, оқулығымызды ашамыз. Оқулығымызды біріншіден ашып қояйық. Қане, жақсы бала. Бәріміз тақтаға. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын бала. Мен сіздерге мақал мәтелді айтқым келіп тұр. Сол мақал мәтелді оқимыз да, оның мағынасын істейміз? Ашамыз мағынасын. Бірінші мақалды кім оқиды? Қолымыздағы мен дайынмын, карточкамызды көтереміз. Дайын оқушы. Тағы. Кәне ақылдан оқи ғой бірінші мақалды. Дені саудың жаны сау. Дені саудың жаны сау. Ал мағынасына шекшкен. Шақ. Мағынасы тұрмаш. Сау болса, Орнымыздан тұрайық. денің сау болса, жаның саулы. Жаның саулығы тағы. Жаның сау болсын. Жаның саулығы, тәннің саулығы деген не ол? Ол үшін не істеуіміз керек? Спорт. Қайда? Қайда? Көтер. Айта ғой Дінназ. Спорт істеуіміз Орныңнан тұр. керек. Істеуіміз керек деп айтамыз ба? Спортпен айналысуымыз керек. Жақсы. Отыра ғой. Өте жақсы. Балалар, мен сіздерге қазір әр айтқан сөздеріңізді бағалап отырамын. Ол үшін қараймыз міне. Тасбақа 3 ұпай, балық 4 ұпай, тікұшақ 5 ұпай. Ең бірінші бізде міне 4 тобымыз бар. Бірінші мақалдың мағынасын ашу. Бізде оққан кім? Ақбота. Ақботаның оққаны. Мен Ақбота бізде тазалық тобында. Тазалық тобына міне бір балықты қоямын. Ал мағынасын ашқан. Байлық тобында Жансет ұшақты алады. Ұшақ деген яғни бізде 5 ұпайда. Одан кейін мағынасын ашып берген бізге кім? Айтқан. Дінназ қай топта бізде? Денсаулық тобында болғанда бір балықты қоямын. Осылай ең соңында барлығымыз қосып ең соңында жалпы ұпайды біз топ бойынша шығарамыз. Жақсы. Сол үшін атсалысамыз. Екінші мақалды кім оқиды маған? Бүкейхан. Бірінші көтерді. Тұр оқи ғой онынан тұр. Денсаулық зор бауырлар. Денсаулық зор
денсаулық зор байлық дейді. Денсаулықты Иә. көп зияндаттар. Кім айтады? Айтшы, Амина. Тұр, тұра орнынан. Айт. Денсаулық зор байлық дегенді қалай түсінеміз? Біздің байлығымыз не? Денсаулық. Байлықты көбі жұрт қандай деп түсінеді? Байлықты. Ақша, дұрыс айтасың. Тағы. Енді ақшаға жатады ғой барлығы. Басқа. Үй. Қымбат машинасы болса, соны байлық деп ойлауымыз керек. Бірақ ол да байлыққа жатады. Бірақ ең бірінші адамға керек байлық ол не? Денсаулық. Олай болса балалар, отыра ғой, Амина. Екінші мақалдың мағынасын ашқан бізге кім? Амина айтты ма? Жоқ. Кім айтты? Жансерік айтты. Қай топта? Байлық тобында. Байлық тобында міне екі не болды? Ұпай жинады. Әртүрлі ұпайды. Жақсы. Сонда біз бүгін балалар байлық Міржақып Дулат ағамыздың байлық әңгімесімен танысамыз. Дәптерімізді ашамыз. Қаңтардың 18-і. Яғни біз дені саудың жаны сау деген үлкен бөлімді бастаймыз балалар. Сондықтан әдемі қылып жазайық дәптерге. Әдемі қылып Міржақып Дулатов байлық. Әдемі қылып жазамыз әріптерімізді. Әдемі қылып жазайық. Оқулығымыз да бар. Бәріміз оқулық жоғары қойып, әдемі қылып жазамыз. Міржақып Дулат ағамыздың байлық мәтінімен танысамыз. Жақсы, таза жазып үйренуіміз керек дәптерге. Біз 2-ші сыныппыз, сондықтан әр жазған сөзіміз әдемі болып жазу керек. Жақсы. Дәптерімізді жауып қояйық. Жазған болсақ. Жақсы, қолды жинайық. Енді Міржақып Дулат ағамыз туралы кішкене болса да мағлұмат алып. Міржақып Дулат ағамыз балалар 1885 жылдар мен 1935 жылдар аралығында өмір сүрген. Суреті көрініп тұр ғой, барлығымызға. Ол Қостанай өңірінде туылған екен. Көріп отырмыз ғой. Ол ақын, жазушы. Не жазып шығады? Жазып шығады, дұрыс айтасың. Міржақып Дулат ағамыздың сіздерге арнап жазғанда бірнеше кітаптары бар. Біз кітапты қайдан алып оқимыз? Бізде бар ма кітапхана? Иә. Екінші қабатта орналасқан. Сол кітапханадан бар Міржақып Дулат ағамыздың кітаптарын алып оқуға болады. Жақсы балалар, олай болса біз қазір Міржақып Дулат ағамыздың байлық бейне сабағымен танысамыз. Барлығымыз қаламдарымызды қояйық. Әдемі қылып барлығымыз экранға қараймыз. Байлық Міржақып Дулатов. Бір жарлы жігіт жас күнінде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей екенін айтып, мұңын шағады. Онымен бірге оқыған серіктерінің көбі бай болып, кейбіреулері жұртта қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін айтады.
Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің. Сенің денің сау, қол-аяғың аман, жұмысқа жарамлысың деп шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрайды. Сен мына қолыңды мұң-соңға кестіруге рұқсат етер едің? Құдай сақтасын, мұң-соңға да кестірмеспін дейді шәкірт. Қаншаға берер едің? Жарық дүниені көретұғын қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды дейді ұстаз. Мен оларды дүниенің малына айырбастамас едім дейді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып жарлымын дейсің? депті. Жақсы балалар. Біз бейне сабақтан қаладық. Енді не түсіндік? Қайтайықшы. Неліктен бәрі байлық деп аталады? Жалғас. Айта ғой. Кішкентай кезінде оқуға ұстазына барды. Иә, кездесіп қалады тағы. Дайындалып отырамыз, сұрайық. Сосын айта бер ағай. Сосын мені достарым бәрін бай, ал мен кедеймін дейді. Кедеймін дейді. Өте жақсы отырады. Тағы кім жалғастырады? Тағы. Мен сол сияқты. Айта ғой. Иә, мен не үшін кедеймін дейді. Сол кезде ұстазы не деп айтады оған? Қалайша сен өзің? Айтқандай кедейсің деп. Дұрыс айтасың. Сен мына қолдарыңды айта бер. Дұрыс айтасың. Мың сомға кестірер ме едің дейді. Отыра ғой. 10 мың? Дұрыс айтасың. Мен оны тіпті 10 мың сомға да кестірмес едім. Сол кезде ұстазы не қыл дейді? Мына жарық дүниені көретін нелеріңді? Көздеріңді, сақ құлақтарыңды, аяқтарыңды, дүниенің малына да не істемеймін? Айыр бастамас едім дейді. Дүниенің малына да мен оларды айыр бастамаймын. Неліктен олай деп айтты жігіт? Өйткені біздің басты байлығымыз не? Денсаулық. Деніміз сау болу үшін біздің аяқ қолымыз, көздеріміз, дене мүшелеріміздің барлығы да қандай болу керек? Мықты болу керек. Деніміз сау болу керек. Жаңа біз бір-бірімізбен амандасқанда да біз аяқтарымызбен, иықтарымызбен, тағы шынтақтарымызбен амандастық. Міне, егер біздің аяқ қолымыз болмай қалған жағдайда ондай нәрсені біз жасай алмас едік. Түсініп отырмыз ба? Сондықтан біз дене мүшеміздің сау болғанына шүкіршілік етіп, біз баймыз деп не істеуіміз керек? Айтуымыз керек. Біз баймыз деп есептеуіміз керек. Жақсы, енді оқулықты аламыз алдымызға, жүргізіп даусымыз шығарып оқимыз. Қазір мен кімнің қасына барам, сол оқушы әдемі олып даусын шығарып оқиды. Дария баста. Қалғанымыз саусақпен ұстап отырамыз. Жас көргенде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей екенін айтып, мұның шағарып, онымен бірге оқыған серіктерінің көбі бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде Жақсы, олар Ринат жалғастыра қойып. өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екені айтады. Жақсы, Дінас. Қалайша сен өзіңді айтқандай кедейсің деп
дейді ұстазым, сенің денің сау, қол аяғың аман, жұмысқа жалалықсың деп шәкіртіңнің оң қолына көрсетіп солайды. Болды, Мансұр. Ағай. Даусын шығар. Сен мына қолыңды мың сомға кестіруге рұқсат етілмедің. Құдай сақтасын, он мың сомға да кестірмеспін. Болды, Ерасыл. Дейді жігіт, қаншаға Берер. едің жарық дүниені Көретұғын. қырағы көздеріңді Болды, жалғас. сақ құлақтарыңды мықты аяқтарыңды дейді ұстаз. Болды. Кім? Әдия. Мен бұларды менің балына айырмас. Тамас. Ендім дейді шәкірт. Жақсы. Енді кім? Малика аяқтай қой. Сонда ұстаз шәкіртке қалайша еді оқуға лайыққа ие болған қылып жайылуын дейді. Жақсы, балалар. Енді біз оқыдық, мәтінді мазмұнды айттық. Енді балалар. Біз соны қазір бағалауға айналдыруымыз керек. Бізде бағалау тұрып қалды. Қарайық. Бізде жаңа әңгіменің мазмұнын айтқан. Кімдер айтып? Ұлжалғас қай топтасың сен? Тазалық тобындасың. Мәтіннің мазмұнын айтты. Тағы кім айтты? Жансерік айтты. Жансерік қай топтасың? Тобыңызды айтып отырмын. Байлық тобы. Тағы мына жақтан айтты. Сымбат тобынан. Мансұр айтты. Сосын кім айтты? Салих сен айттың не? Сымбат тобынан. Мансұр мен Салих айтты. Одан кейін сіздерден Ділназ. Тағы кім айтты? Дария айтты. Ділназ бен Дария қай топсыңыз? Денсаулық тобысыңыз де. Міне, мәтінді мазмұндауды біз бағалап бітірдік. Енді одан кейін бізде не тұр? Топтық жұмысымыз. Топтық жұмысқа бармас бұрын оқығанымыз бойынша да кішкене бағалап жүрейік. Бір бағадан қазір қосамын. Кімдер оқыды? Қай қатардан кім оқыды? Қол көтерейік. Жалпы үшеуіңіз оқыдыңыз. Үшеуіңіздің оқығаныңызды мен міне балықпен. Қай денсаулық тобымен бір балық қостым. Үшеуіңізге кішкене тезірек оқыдым. Сіздерден кім оқыды? Сен мен екеуміз бал оқыған? Жақсы. Сіздерге де бір бал. Сіздер сымбат тобысыңыз ғой, жақсы. Байлық тобынан кім оқыды? Малика мен Әдия оқыды. Оларға тікұшақ беремін. Тазалық тобынан екеуміз оқыды. Жақсы. Сіздерге де бір тікұшақ. Жақсы. Енді топтық жұмыс. Балалар, топтық жұмысты өткізбес бұрын әуелі. Біз жаңа мәтінді оқыдық. Ішінде қай сөз сіздерге мағынасы кішкене қиындау болды? Дұрыс айтасың, сон деген сөз. Енді балалар, сон деген бұл біздің теңге ақшамыз бар ғой, кәдімгі теңгеміз. Сол шықпай тұрған кездегі ақша. Сіздер ол ақшаны көрген жоқсыңыз. Ол ақшаның шетін мен көрдім. Менің әке-шешелерім мен көргенде мен оны ұстаған жоқ, бірақ менің әке-шешелерім, аузымызға салмаймыз, сол ақшаны ұстады. Қазір мен сіздерге топқа беремін, қолымызбен ұстап көреміз. Сосын қандай ақшаның түрлері бар екен, сандарын маған айтасыңыз. Жаңағы мәтінде айтты ғой мына жерде. Қолыңды сен неше сомға кестіріп едің дейді. Жоқ, ең бірінші айтқанда мың сомға. Сол 1000 сом қазір бар ма екен тобыңыздан қарайсыңыз. Қазір мен мынау бірінші. Қара, ұстап қарайды. Топқа. Жай мен шыртып алмаймыз балдар. Жаймен көреміз. Жалғыз. Қанша не? Қарадық па? Бір
Жақсы балдар. Міне, суретін қарай. Один рубль. Міне, 1 рубльде. Мынаудан келтіріп. Бізде қазір тиын ақшалардан. Нелер бар? Ең үлкені қандай тиын бізде? 200 теңге. Дұрыс айтасың. Тиын ақшадан ең үлкені 200 теңге. Ең соңы 1 тиын. Дұрыс айт. Енді мына ішінде бізде 10 мың жоқ екен, 1000 жоқ екен. Бірақ бізде не бар? 10 мың. Міне сонда осы ақшаны айтып тұр. Осы сомды айтып тұр. Санжар. Міне жаңағы ұстазына бала айтады. Маған мына 10 мың сомды берсе де, мен өзімнің көздерімді, құлақтарымды, аяқтарымды мен ештеңеге не істемеймін. Айырбастамаймын. Сұрайды, 10 мың сомға айырбастайсың. Жоқ, мен оларды айырбастамаймын. Жақсы, әкел. Жақсы балалар. Біз сом туралы. Сомның не екенін білдік қой сонымен. Ол теңге ақша шыққанға дейінгі не? Ақшаның түрі. Дұрыс айтасың. Біз қолымызға дұрыс. Енді қазір топтық жұмыстарды беремін. Бірінші топ, яғни денсаулық тобы. Сіздер мәтінге бар. Қандай көздерім? Соны желіммен желімдейміз. Мына жерде сөзін тауып аламыз. Көздерім қандай? Жаңа мәтінге оқыдық біз. Екінші, сымбат тобына. Сымбат тобына. Сіздер мына жерде қандай сөз жазып тұр? Оқыңызшы. Сол жарлы бай деген, жарлы дегеніміз не? Осының ішінен тауып аламыз да қасына желім дейміз. Бай деген қандай мағынаны білдіреді? Яғни желім дейміз, қасына тауып аласыз. Үшінші топ. Сіздер мәтінді рөлге бөліп оқуға дайындап отырасыз. Қазір ішіңізден 3 оқушы шығып, рөлге бөлініп оқиды. Иә, клеймен желімен жабыстырамыз. Ақылдасын, тобыңызда ақылдасын. Сіздер мына өлеңді оқып отырып, бірінші оқып алайық. Ешін керек, мынаның ішіне тауып аласың. Екі көзді ешін керек. Жауабын тауып, орнымыздан тұрайық. Желім қайда? Желімдерің бар ма? Міне. Екі көзді ешін керек. Орындарында дұрыстап қойып желім дейміз балдар. Шатасып қалман. Екі көз елге көмек бересің бе де көзіңмен? Тыңдау үшін Молодец. Өте жақсы. Қау. Өте жақсы. Дұрыс. Желім дейміз.
Жақсы. Ары қарай сұрайды дегенде, қай жерде? Оқи ғой сен. Сен мына қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат Даусың шығар, Жансер. Құдай сақтасын, ол 1000 сомға да естілмес дейді жібек. Қамшаға беріп едің жарық дүниені көріп қырағы Көз. жеріңді Оқи бер. сақ қылғақтарыңды мықты аяқтарыңды дейді ұстаз. Дейді ұстаз. Дұрыс айтасың. Бұл Маликаның сөзі. Дейді ұстаз. Ары қарай сен оқи ғой. Сен оқи. Мен бұларды малдарына айырмас едім. Енді шәкіш. Енді ұстаз оқи. Ұстаз кім еді бізде? Жақсы ма? Қалайша енді осынша байлыққа ие болатыным жарығыма тиісім дейді. Өте жақсы. Қол шапалақтан. Тыңдадық па? Тыңдадық па? Бізде автор кім болды? Ұстазы. Рахмет айтамыз. Отыра қойыңыздар. Рахмет. Енді қалған топтарға кезек береміз. Және сол бойынша қазір бағалау жүргізіледі ғой. Санжар. Бірінші топ. Кім оқиды? Тез кім шығады тақтаға? Оқиды. Кел. Кел. Тобыңды ал. Сізге берген тапсырма. Жоқ, мына сөздерді оқиды. Тыңдаймыз. Күшті көзім сақ құлағым, мықты аяғым. Қарайықшы бәріміз. Бұл бірінші денсаулық тобының орындаған. Жақсы балалар, енді сымбат тобының оқушысын шақырайық. Сымбат тобына берілген тапсырма, яғни жарлы сөзіне мағыналы сөзді тауып желімдеу, бай сөзіне мағыналы сөзді тауып желімдеу. Енді оқи өсен. Жарлы пилі, бай, ауқатты. Дұрыс. Сіздердің ойыңыз шағылы. Дұрыс па? Иә. Жарлы деген ол қандай мағынаны береді? Кедей деген мағынаны. Ал бай дегеніміз ол ауқатты деген мағынаны білдіреді. Өте жақсы. Отыра қойып. Енді үшінші топты біз бағаладық. Байлықтың, және тазалық тобынан әкеле қойдық. Тапсырмамен ортақ шығару. Тез, мына жерде екен. 2-18 жағын ұстап тұрмын. Екі көз не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қол не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Екі құлақ не үшін керек? Ақыл, кеңес, тыңдау үшін. Дұрыс па балалар? Өте жақсы, өте жақсы. Қол шапалақтайық. Енді топтық жұмысты біз бағалап жіберейік қане. Бірінші, бізде денсаулық тобына тапсырмалар дұрыс болды ма? Дұрыс болды. Екінші топ, сымбат тобы. Дұрыс. Бай, сымбат
жақындарымызды, ата-аналарымызды, барлығын көру үшін ниет қылуға көздейік. Сол үшін көзімізді күтуге. Сол үшін көзімізді күтіп ұстауымыз керек. Жақсы. Енді дұрыс айтасың, телефонға көп үңілмеуіміз керек. Енді жақсы балалар, енді екінші бейне сұрағымызға назар аударайық. Сұрақты мұқият тыңдап аламыз. Менің сендерге сұрағым бар. Денсаулық зор байлық. Егер біздің қолымыз болмаса, не істер едік? Біздің қолымыз болмаса не істер едік? Жаймен. Тамақ жей алмайды, өте жақсы. Дарияна, айта ғой. Не істей алмаймыз қолымызды? Дария, көмектесе алмайды деді жақсы адамдарға. Хамза. Қаламды өте жақсы, қаламды ұстай алмайды дедік. Су іше алмайды дедік. Дилназ, тамақ іше алмайды дедік. Санжар, қолымыз болмаса. Ақнұр, қасықты ұстай алмайды дедік. Өте жақсы. Фатима, жазу жаза алмас едік. Фатима, не істей алмаймыз? Қол не үшін керек бізге? Ілес, айта ғой. Масканы төмен түсіріп жібер. Айта ғой. Қол не үшін керек бізге? Ақбота, не үшін керек? Айта бер, өзіміздің ойымызды айта, қаншайым? Ұялы телефон, жақсы, ал телефон. Майықта. Кітаптың бетін не істей алмайды? Аша алмас едік. Айта ғой. Үй жануарларына тамақ бере алмас едік. Айта ғой. Жұмыс жасай алмас едік. Дінас. Дұрыс айтасың. Сабаққа суытқымыздың. Енді бұл кімнің мамасы деп ойлайсыңыз? Ұлжалғастың мамасы. Міне, сіздің сабақ беретініңізді біліп, Ұлжалғастың мамасы сіздерге сұрақ жолдаған. Сол сұраққа қазір жауап бергеніміз дұрыс па екен? Енді Ұлжалғастың мамасын тыңдайық. Дұрыс айтасыздар балалар. Егер қолымыз болмаса, біз достарымызға көмектесе алмас едік. Сөмкемізді көтеріп сабаққа бара алмас едік. Алғашқы мама деген сөзді жаза алмас едік. Сондықтан балалар, дендеріңіз сау, үлгілі оқушы болыңдар. Саламатсыз ба балалар? Дұрыс жауап бердіңіз ба сонда балалар? Сонда барлығымызға өзіміздің дене мүшеміз ол біздің бірінші неміз? Енді балалар, бүгінгі сабақ түсіндік па? Түсіндіңіз ба? Жақсы, енді олай болса, барлығымыз алдарымыздағы гүлдерді бір-бірден аламыз. Бір-бірден аламыз, жаймен. Жоқ, отырамыз, алдық па отырамыз. Алдыңыз ба бұл? Енді сабағымызды қорытып, ең соңғы түйінді сөз айтпас бұрын мен жаңағы топтық жұмысты бағалағым, сұрақ жауапты бағалағым деп тұр. Бізге неше сұрақ берді? 2 сұрақ берді. 2 сұраққа да жауап берді. Жақсы. Әр топқа да 2-2-ден мен не беремін? Тікұшақ беремін. 2-2-ден. Тікұшақ беремін. Жақсы. Енді бізде қазір жалпы ұпай шығаруға оған дейін әлгілі. Біз қазір мен сіздерге мен сіздерге денсаулық құмырасын ұсынып кетеді. Бұл құмырада не өседі негізінде? Гүл. Ол гүл біздің қазір қолымызда әркім гүл. Енді сол әркім өзі келіп, бүгінгі сабақтан не түсінді, қай жері ұнады, біз не туралы өттік, сол сөзді айта отырып, мына құмыраға гүлдерімізді атаймыз. Әкел, отырғызамыз. Айта, бір сөзден айта берейік. Келе-келе. Жақсы. Иә. Айта бер. Қадап айта бер.
жіберейін, содан кейін барып үй жұмысын беремін. Söylemейміз. Енді бірінші денсаулық тобындағы әуелі балықтар санайық. Балықтар нешеу? Балықтар 8 ұпайды құрап тұр. Одан кейін тікұшақтар нешеу? 20 ұпайды құрап тұр. 20-ға 8 қосамыз? 28. Бірінші денсаулық 28 ұпай жинаған. Екінші байлыққа қарай әуелі тікұшақтарды санаймыз. Нешеу? 1, 2, 3, 4, 5. 25 ұпай. Балықтар? Дұрыс. 25-ке 12 қосамыз? 37. Ал, өте жақсы, сандар. 37, өте жақсы. Ары қарай сымбат тобына келейік. Тікұшақтар нешеу? 20 ұпайды құрап тұр, дұрыс айтасыз. Балықтар? 8 ұпайды құрап тұр. 20-ға? Ар жағында, тазалық тобында. Тікұшақтарды санайық, тазалық тобында. 25 ұпай, оған? 4 ұпай қосқанда? 29 ұпай болған екен. Сонда балалар, бізде жеңіске жеткен ең көп жақсы нәтижесіне қай топ? Байлық топ. Қол шапалақтайын, байлық топ. Шынымен де байлық тобының оқушылары бүгінгі сабаққа жақсы атсалысып отырды. Бәріңіз де жақсы атсалысыңыз. Одан кейінгі бізде тұрған қай топ? Тазалық топ. Ол қандай ұпаймен тұр? Ал қалған екі топ? 28. Бұл екі топтың ұпайлары саны бірде. Бірақ сонда да сабақтың ішінде, сабақта жеке өзі көзге түскен Жансерікке рахметімді айтамын. Мадикаға, өзінің Ділназға, Ринатқа, мына жерде айтып жүрген Мансұрға, Сарихқа өте жақсы деген бағалар қойды. Ұлжалғасқа, сосын Ерасыл бар. Сосын Нұрасыл. Міне, осы балдар өте жақсы деген бағамен бағаланамыз. Қалған оқушыларға да жақсы деген бағаларды қоямын. Бүгінгі сабақта жалпы денсаулықтың ең бірінші байлық екенін естедік. Түсіндік. Сонда бізге денсаулық болса, басқа байлықтың қажеті жоқ. Жақсы. Үй жұмысы мәтінді мазмұнын айтуға дайындалып келеміз. Жақсы балалар, енді үйден байлық мәтіннің мазмұнын айтуға дайындалып келеміз. Әдемі болып, түсінікті болып, даусымызды шығарып, келесі сабаққа мазмұнын айтуға дайындалып келеміз. Бүгінгі сабақ ұнады ма?